Қала әкімі Еркебұлан Байахметовтың қатысуымен ұйымдастырған кездесу барысында сөз алған ауыл әкімі Жәнібек Өтісхан ауыл шаруашылығын дамытуға мемлекет тарапынан берілген көмектер жайында ақпар берді. Елбасымыздың тапсырмасын орындау мақсатында биылғы жылғы 6 адам шағын несиеге өтініш беріліп қабылданды. Өтініштері қанағаттанып 10.800.000 теңге шағын несие алды. 55 бас ірі қара мал сатып алынды. Барлық ірі қара мал 1380 бас. Оның ішінде саулатын сиырлар 720 бас. Қойлар 3500 бас, жылқылар 1270 бас, өткен жылға салыстырғанда өсуде. Кездесу барысында ауыл үшін абаттандыру және оны әлеуметтік тұрғыда қамтамасыз ету мен шағын бизнесті дамыту бойынша атқарылған жұмыстар өзегі таныстырылды. Өткен жылы 6 тазалық белсенділіктер ұйымдастырып 180-ге жоқ ағаш түптер отырғызған. Осылайша мәлімдеген ауыл әкімі жиын қатысушыларына орта мектеп жұмысының барысы жайында да хабардар етіп, келер жылға жоспарланған іс-шаралармен бөлісті. Қала әкімі Еркебұлан Еркежұлы қолдауымен осы жылы қалған үйлерге су құбырын кіргізетін боламыз. Және 1700 тонна құрайтын қоқыс шығарылатын болады. Сонымен қатар 800 метрлік жолдың ой шұңқыры жабылып тегістеледі. Жүздесу жалғасында тұрғындарды денсаулық сақтау саласындағы қызмет көрсету сапасы, ауыл ішіндегі қазба жұмыстарынан қалған үйінділер, мал жайылымына берілетін жер телімдер мен мектеп ішіндегі спорт залына қажет жабдықтардың жоқтығы, сондай-ақ жастарға қажетті арнайы орталық немесе мәдениет үйінің тапшылығы сынды бірқатар өзекті сауалдар жолданды. Осы ретте есептік кездесуге арнайы келген жауапты жүйе басшылары бүгінгі жиында көтерген мәселелер алдағы уақытта кезең-кезеңмен өз шешімін табатынын жеткізді. Маңызды мәселелер көтеріліп, жауаптар ұсынылған кездесу соңында дәстүрге сай жергілікті қауымдастықтың құрамы да бекітілді.